JB Studiosi ұсынады. Көгінде талам қандай кең едің, шаттық тауысып көңілге өлең айтып келемін ай. Айхай! Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ. Айхай! Ақыл менен алдайтын мендей адам елде жоқ. Айхай! 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 Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп. Ал біз сонда кім болғанымыз? Біз шайтан. Мына екеуі қайдан шықты? Керемет шықты, ө? Өсірініңді. Не болды? Ұйықтап жатқан шығар? Түрің өзі? Түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. Қайтесің тірілтіп? Жата берсін. Кел бері. Түсіндің Түсіндің ба? Ес! Айбай! Ей, не болып саған? Неге тебесің? Өзің қой, құйрығымды бұл. Ол жарла! Кеп! Тап тұрма! Кеп! Қай жеңгенің менікі? Не деп тұр? Кім бұл өзі? Қандай қырғын шайқас еді? Ей, неге тоқтап қалдыңдар? Ей, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой. Осы емес пе ортамызға от салған? Әссаған. Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой. Қарапайым несі? Әйгілі қу, алдаудан алдына жан салмаған, алдар көсе мен болам. Ой, дейттіген ай. Бізге де осындай жігіт керек емес пе? Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сонымен не демексіңдер? Менен сендерге не пайда? Бұлай, пәлен деген жерде түген деген ауыл бар. Сол ауылға барып... Жоқ, мен ешқайда бармайын. Өздерің бара беріңдер. Неге? Ашпала, тоқпала мен ойнамайын. Асқазаным ас көрмегеніне 6 күн болды. Алдымен мені тамаққа тойдырыңдар. Тамаққа тойсаң, барасың ба? Сөз жоқ, барам. Ой, ол жағын қатырамыз. Түлен? Ойбай қазан, ой қазан. Қасымызға. Кел қазан. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатарын айтыңдар. Ой, маған сол 5 табақ, 5 бармақ, қазы қарта, жал жая, 4 табаннан, 1 сабақ қымыз, 1 самаурын шай болса жетеді. 1 самаурын шай? Қалғаны керек емес. Ein Moment. Сонымен түген деген ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасып тұр. Сондықтан сол ауылға барып, адамдарды азғырып, араларына іріткі салып, берекесін қашырып, қызығына қарқ олайық.
Мен ол ауылды білем. Бірақ оған жетем дегенше саршап шалдық бітеміз ғой. Енді не істейміз? Жаяу жүргенше бір-бірімізді арқалап барайық. Дұрыс. Бірінші сен бізді арқалайсың, сосын біз сені арқалаймыз. Жоқ, оларың болмайды. Тоқта, қайда қашып барасың? Онда мен сендерге Шарик-Марик ойынын үйретейін. Шарик-Марик? Бұл не бәле? Нағыз шайтандардың ойыны. Жеңілгенің бірінші арқалайсың. Ал шайтандар, қимылымды байқаңдар. Ұлығымды асырам. Мұна құртып жасырам. Әле кетті домалап. Міне кетті домалап. Қабыңдар шыбалап. Қайда кетті домалап? Мен бірінші. Жоқ, мен бірінші. Мен. Жарай, көрсетағаныңды. Мынау. Айттым ой таба алмайсың деп, құрт мына кесенің астында. Ал ұтылғандар. Шу. Кеттік. Барғанша бір өлең айтып берейін. Сол өлең біткенде менің кезегім келеді. Сөйлеп жүр алдымда. Әллеулейлім, әллеулей, 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 әллеулейлім, әллеулем ой, әллеулейлім. Мына өлең қашан бітеді? Өлеңнің қайырмасына келді. Әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей. Тасасаң күленнің кезегі келді. Бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей. Ей, көше, сен бізді алдап соқтың. Бізді не, ақымақ дейсің бе? Оу, ренжіп қалдыңдар. Ауылға да жетіп қалып едік қой. Қазір сазайыңды береміз. Мұрныңды кет. Сүйегіңді шаш тастаймыз. Бер таяғыңды. Көрейік өнеріңді. Екеуіңнің біреуге жабылғандарың жұрттан ұят болатын шығар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір. Жүр кеттік. Ұят деген не? Не қыласың? Шайтандарда ұят болмайды. Тоқта, сен бізді тағы да алдадың. Таяқтарыңды алмасына. Жарай. Жеңілген күреске тоймайды. Бірақ мынау жер шаң болып кетті. Далаға шығып төбелес. Көбейгеннен не пайда? Бірлік керек болды.
Айла мен жеңе білуде өне. Солай ма балам? Бұл болсам да қаншама озбырлыққа бармадым, кедейге қолқа салмадым, тек сараңды алдадым, ай-хай! Алдар көзсе мен болам, шайтанды да алдам, ай-хай! Meni көрген шайтанның